Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді тауық етінен жасалған рулет дайындаймыз. Таза ыдысқа алдын ала үккіштен өткізілген ірімшікті, 3 жұмыртқаны, ұнды және қаймақты салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан соң, противенге пергамент қағазын салып, үстіне массамызды құйып, біркелкі етіп жаямыз. Дайын болған қамырымызды пешке жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдын ала пісірілген тауықтың етін блендердің көмегімен езіп аламыз. Дайын болған езіндіні келесі ыдысқа салып, үстіне бір тіше сарымсақ және ас қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Аскөк салуларыңызға да болады. Дайын болған рулетімізді екінші бетіне аударып, бетіне ас қаймақты біркелкі етіп жайып, салмасын салып, ораймыз. Видеодағыдай біркелкі етіп орап шығамыз. Орап болған соң рулетімізді фольга қағазына орап 5-6 сағатқа немесе 1 күнге тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқыштан шыққан рулетті фольгадан босатып, рулетімізді турап дастарханға қоямыз. Өте дәмді тауықтың етінен жасалған рулетті сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Салтанат.